Қайырлы күн достар, бүгін біз сіздермен өте дәмді кешкі ас қуырдақтан картоп пісіретін боламыз. Ол үшін бірінші картопымызды осылай әзірлеп аламыз. Бізге морковь, болгарский перец, пияз және де қуырдақ қажет болады. Барлық қажетті заттарды осылай турап аламыз және пісіруге кірісеміз. Пиязымызды қуырып аламыз. 2-3 минут қуырғаннан кейін болгарский перец саламыз және де тағы да 2-3 минуттан соң морковьімізді саламыз. Міне дайын болғаннан кейін картопымызды саламыз. Тұзымызды және де дәмдеуіштерімізді саламыз. Бұл бізде дайын қуырдақ. Енді осыны салып, жақсылап араластырып, 15-20 минут пісіріп алатын боламыз орташа отта. Өте дәмді болып шығады. Достар, егер сіздерде аз қуырдақ қалып не істейтініңізді білмей тұрсаңыздар, осы сіздерге күшті вариант болады. Егер рецепт ұнаса, лайк басып, комментар жазып, біздің арнамызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де достар, менің арнамда осындай керемет мастер-класстар тегін салынған, сондықтан міндетті түрде тіркеліп, осы рецепттерді жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар.